Қайырлы күн менің әлеуметтік желідегі достарым. Бүгін мен әрбір қазақтың дастарханынан күнбегін түспейтін, ойып тұрып орын алатын, ыссы шайды жұмсақ, үлбіреп тұрған бауырсақпен тәттілеп ішетін өзімнің бауырсақ әзірлеудегі әдісіммен бөліскім келеді. Егер менің видеом ұнаса, менің арнама тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші аштығымызды дайындап алайық. Мен 150 грамдай жылы сүт алдым. Оған 1 шай қасық дрожжбен 1 қасық қант қосып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырып жатырмын. Міне 10 шақты минутым өтті. Менің аштығым көпіріп ашып тұр екен. Енді оны мен жақсылап араластырам. Одан кейін қажетті салмаларын саламыз. Негізінде сары май, маргарин сала беруге болады. Бүгін мен кулинарный жир өзімнің салып жатқан қант және 1 жұмыртқа араластырып жатырмын. Және 2 қасық уксус қышқылын қосам, тұз қосам біразғандай. Менің уксусный кислота қосқандағы себебім, менің ұным өте сапасы нашар. Жаңа сағыз болып қалатын ұндар кездескен шығар сіздерге де. Менің де ұным осындай болып шықты. Сондықтан да мен іздене келе жаңағы осы уксус қышқылының ойдай пайдасы бар екенін түсініп, соңғы кезде осы әдісті пайдаланып жүрмін. Енді 350 грамдай ұн алдым. Соны 2 бөліп, 3 бөліп жақсылап тұрып араластырып алам. Қамырымыз өте қатты болмау керек. Қамыр қатты болса, жақсы ашымайды, піскенде де өте тығыз болып піседі. Сондықтан да қолға аз мұз жабысатындай жаңағы болу керек қамыр. Тығыздығы. Міне ыдысымызға кішкене өсімдік майын қойып, жағып, тағы да қоямыз. Мен бір 15 минутқа қалдырдым, көрейік қандай болған. Тым жақсы ашыған екен. Қолыңызды өсімдік майыңыз майлап алсаңыз, өте жақсы қамыр илеуге жақсы болады. Мен қамырымды қайтадан тағы да 15-20 минутқа қалдырам. Мен бұл ұнды бір басып пісіре беретін едім негізінде, бірақ мен ұнымның сапасына қарата өте баптауға тура келеді. Міне өте жақсы домаланып тұрып ашыған. Оны қайтадан тағы да басам. Тағы да бір 3-4 минут, 5 минутқа тағы да қалдырам. Енді жақсылап қамыр жаямыз. Қазір бауырсақ пісірудің небір тәсілдері көп. Менің тәсілім енді өздеріңіз көріп отырғандай, мен енді видеода алыстан көрініп тұрған шығар, енді өте жұқа қылған жоқпын. Осылай домалақтап кесіп алам. Енді оны сіз әртүрлі формада пісіре берсеңіз болады. Бірақ мен өзімнің әдісім осы, міндетті түрде домалақтап пісіремін өзім. О бастан бері домалақтап пісіргенді өте жақсы көремін.
кескенден кейін де тағы да біразғандай бір 10 минутқа болсын демалтырып аламын. Оған дейін өзімнің қажетті шаруаларымды жасап аламын. Міне мен отқа майымды қойып қыздырып алдым. Майым қайнап жатыр. Енді өте қатты да емес, өте жай да емес, орташа отта пісірем. Міне осылайша менің бауырсақтарым қызарып, сарғайып пісіп жатыр. Көріп тамашалағандарың үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.